Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай лимонный фреш деген пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бисквитіне кірісеміз. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап миксермен араластырып алып, меренгі жасап аламыз. Міне видеода көрсетілгендей, шекердің үстіне мен бір лимонның цедрасын чөркіден өткізіп салдым. Сонымен лимонның цедрасы мен шекерді екеуін жақсылап араластырып алдым. Лимонның дәмі шекерге сіңеді солай. Шекерді жұмыртқаға осылай 3 бөліп салып, жаңа айтқандай меренге жасап аламыз. Енді пирожныйдың аты лимонный фреш дегендіктен біз краситель қосамыз, пищевой краситель водорастворимый. Мына жерде менде сүтке растительный масло құйдым, сұйықмай. Және осыны енді пищевой красительді салып, лимонның түсіне келтіреміз. Міне біздің шекер мен жұмыртқамыз осылай араласты. Жаңағы сүт пен сұйықмай массасына кішкене осылай құйып алып араластырамыз. Ал қалған меренгаға біз құрғақ ингредиентімізді 3 бөліп саламыз да астынан үстіне жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттің ішінде бізде ұн және разрыхлитель. Осылай 3 бөліп саламыз, астынан үстіне қарай араластырамыз, меренгамыз түсіп кетпес үшін. Жаңағы біздің сүт пен сұйықмай массасында құйдық. Қараңыздар, әдемі цвет болды. Енді біз бисквитке лимон дәм беру үшін лимонный сокты құямыз сол массаға. Сонымен тағы да астынан үстіне жақсылап араластырамыз. Енді біздің духовкамыз 180 градуста қызып тұру керек. Менде тапервердің формасы коврик осылай. Осыған жаңағы біздің бисквитімізді құямыз да 13-15 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын, пісті, толығымен суды. Суып болған соң мен осылай екіге теңдей етіп бөліп алдым. Енді біз лимонный куртқа кірісеміз. Мына жерде бізде желатин. Осы желатинға біз кәдімгі ауыз суын құямыз да оны холодильникке толығымен қатыруға жібереміз. Мына жерде бізде жылтық және шекер. Осы екеуін біз араластырып аламыз. Ал лимонный сокты ыстық етіп отқа қойып аламыз. Шекер мен жылтықты жақсылап араластырып болған соң, жаңағы ыстық лимонный сокты осылай 3 бөліп, жаңағы біз жылтыққа араластырамыз. Толығымен араластырып болған соң, біз оны қайтадан отқа қайнатуға жібереміз. Отқа қойған соң, оны тоқтатпай араластырып тұру керек, өйткені астына тартып, асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Міне көрдіңіздер ме, менде асты шамалы күйіп кетті. Сондықтан сол күйіп кетпес үшін тез араластырып, астын қатты отқа қоймау керек. Енді біз жаңағы қатқан желатинді осылай микроволновкаға ерітеміз да, жаңағы массаға құямыз. Сосын оның барлығын араластырып, үстіне осылай сары майды құйып, кондитерский мешокқа аударамыз да, оны толығымен стабилизацияға холодильникке жібереміз. Енді біз суфлеге кірісеміз. Мына жерде бізде маскарпоне, творожный сыр және сахарная пудра. И мына жерде бізде сливки. Екеуін отдельно миксермен араластырып аламыз. Мына жерде желатинға суды құйып, оны толығымен қатыруға холодильникке жібереміз. Творожный сырный массаны миксерлеп аламыз. Сосын сливкиді миксерлеуге көшеміз. Біз еріген балмұздақ секілді араластырып алуымыз керек. Желатинімізді холодильникте тұрған микроволновкаға ерітіп аламыз да, жаңағы творожный массаға құйып, жақсылап бірге араластырып аламыз. Енді сол массаның үстіне біз сливкиді салып, барлығын бірдей етіп, жақсылап араластырып аламыз. Кремді кондитерский мешокқа аударып аламыз.
Енді біз пирожныйдың сборкасына кірісеміз. Негізі бисквит екіге бөлгенде 15-те 30 болады. Менде мына жерде форма 20-да 30. Сол үшін мен қалған шетіне осылай силиконовый коврикті алып орап қоя салдым. Бірінші бисквитімізді қойып аламыз. Сол бисквиттің үстіне енді суфлемізді теп-тегіс етіп құйып шығамыз. Енді сол суфленің ішіне осылай жаңағы біздің алдында жасап қойған лимонный қорытымызды видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. Енді осының үстіне екінші бисквитімізді қойып, тегістеп, жақсылап бетіне пищевой пленканы жауып, тоңазытқышқа бір түнге жібереміз, немесе 5-6 сағатқа жібереміз. Енді тоңазытқышта тұрған соң оны шығарып аламыз да, қалағандарыңызша бетін әрлесеңіздер болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше пирожный. Кім лимон жақсы көреді, міндетті түрде жасап көрсін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.